Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Менде сізде естілмей жатыр. Естімей жатыр. Қазір қайдан кіремін. Қазір дауысын шығарайын. Мхм, Саламатсыз. естілді. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Так, қазір бір сабақты 2 минуттан кейін бастайтын шығармыз. Жақсы. Так, alright. So, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін бізде қазақ потогы, стартер, и бізде сонда екінші апта бүгін. Қазір let me share the presentation. Презентацияны қосайын. Так, презентацияны көріп тұрсыздар? Көріп тұрмын. Так, окей. Welcome, қош келдіңіздер. Дейді, апталық талдау кездесуінің тиімділігін арттыру үшін бізде кейбір ережелер бар дейді. Алғашқы ережелер. Басында біз 5 минут уақыт бөлеміз және бәрі қосылғанша күтеміз дейді. Өйткені біз бәрінің қатыса алуын қалаймыз. Чат пен дыбыс барлық қатысушылар үшін өшірілген дейді. Бірақ қосылып тұра берсе де болады. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, қол көтерсеңіз болады. Чат сіздің сұрақтарыңыз үшін соңында қосылады. Барлық сұрақтарға кезек тәртібімен жауап береміз дейді. Куратормен кері байланыс үшін отклик функциясын пайдалануға болады. Так, біз 5 минут күтпей қояйық, бастап кете берейік. Егер біреу қосылатын болса, то қайталармыз. Жақсы. Қайталған нәрселерді. Так, апталық талдау. Бүгінгі мазмұн бірінші грамматика. Грамматиканы таныстыратын боламыз. Осы аптаның сосын жиі кездесетін қателіктерді атап өтеміз. Одан кейін сұрақтар мен жауаптар. Бүгінгі апта тақырыбы ол articles A and the. Яғни, мынау бізде сөздердің алдына қойылатын арнайы әріп секілді артикльдер. Singular және plural nouns. Яғни singular деген жекеше, plural көпше, nouns зат есімдер. Жекеше және де көпше зат есімдер. Сосын мына есімдіктерді қазір қайталап өтеміз. This, these, those, that деген. Барлығы осы, мына деген сөздерге ұқсайды қазақ тіліндегі. Біз қазір сонымен танысатын боламыз. Бірінші articles A and the. A мен N. Бұл бізде белгісіздік артикльдері деп аталады. Ол өзінің мағынасы бойынша бір деген сөзге ұқсайды. Бір, біреу, кез келген деген мағынада.
яғни біз кез келген бір сөзді қолданатын болсақ, зат есімді особенно, біз an-ді алдына жалғаймыз. Мысалға, a bottle, a table, a window, an apple деген сияқты. Осылай бізде сөздер құралады. Ол мағынасы бойынша кез келген деген сөз сияқты. Және бір деген мағынаны білдіреді, яғни жекеше түрде. Так, ол есептелетін зат есімдермен қолданылады дейді. Яғни санауға болатын зат есімдермен. Біз мысалға 1 алма, 2 алма, 3 алма деп санай аламыз. Сол үшін біз санай алатын зат есімдермен осы артикльдерді қолданамыз, егер жекеше түрде болса. Ал сізде мысалы сұрақ туындауы мүмкін. Саналатын зат есім мысалға алма болса, саналмайтын зат есім деген қандай? Ол болашақтың тақырыбы, бірақ мен қазір айтайын, саналмайтын зат есімдер ол андай сұйықтық, андай дерексіз зат есімдер, мысалға білім, махаббат, су, мысалға 1 су, 2 су, 3 су деп санай алмаймыз, да? Біз тамшыларға бөліп санай алмаймыз. Сол үшін ол бізде саналмайтын зат есімдер болып айтылады. Қазір оны ойлап керек емес. Қазір біз тек қана артикльдерді айтып жатырмыз. Так, окей. Егер сөз дауыссыз дыбыстан басталса, a артиклін қоямыз. Ал дауысты дыбыстан басталса, n артиклін қоямыз. Яғни, a bottle, b деген дауыссыз дыбыс, an apple, a деген дауысты дыбыс. Бұл логика бойынша да, мысалға, дауысты дыбыстан кейін дауыссыз келіп тұрмында, ал егер дауыс арасына бір дауыссыз қойып тұрмыз. N-ны қойып тұрмыз. 2 A-ның арасына. Чтобы ажыратып білу үшін. An apple. Так, назар аударыңыз, әріпке емес дыбысқа қараймыз. Яғни дыбыс бойынша қалай естілетінін бойынша. A book, an apple. Бірақ hour деген сөз бар бізде. H пен жазылады. Бірақ оны hour деп оқимыз. H оқылмайды. Сол үшін an hour дейміз. Даже если H бізде дауыссыз дыбыс болса да. Так. Түсінікті ма бұл слайд? Түсінікті, бірақ ана Z деген, Z ма? Қалай айтылатын еді? Аха, біз оны қазір келесі слайдта қараймыз. Ол қай кезде келсе. Мен анау платформада что-то E мен N бар да? Аха. Z дегенді что-то кездестірмеген сияқтымын. Аха, Z деген мына жерде. Z дегеніміз белгілі артикль. Осы деген бұл деген. Яғни нақты бір нәрсені көрсетеді. Ол кез келген зат есіммен қолданылады. Есептелетін және есептелмейтін, жекеше және көпше. Яғни Z дегенде біз ондай шектеулер жоқ. Жекеше түр деген сияқты. Дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс деген жоқ. Z деп қолдана береміз. Оның енді ережесі қандай? Қандай жағдайда қолданамыз? The book. Осы кітап деген сияқты. Мен мысалға сіздің алдыңызда кітап ұстап тұрсам, осылай, сосын ол туралы сізге айтып тұрсам, I read the book деп. Ол онда мен осы кітапты оқыдым деген сөз. Ал мен I read a book десем, ол мен кез келген кітап оқыдым. Мен ол жалпылама любой кітап болуы мүмкін. Дәл осы кітап деген сөз емес деген сияқты. The book дегеніміз осы кітап деген сөз. The apples, осы алмалар. Одан кейін көпшеде де жекешеде де қолданыла береді. Иә. Так. Мультфильмде Кунг-фу панда айтқан дейді. I'm not a big fat panda, I'm the big fat panda. Мына жерде Кунг-фу пандадан бір цитата келтіріліп тұр. I'm not a big fat panda. Мен кез келген үлкен томпақ панда емеспін. Мен the big fat panda, яғни Осы ма? Иә. The дегеніміз тот самый деген сияқты. Осы деген. Дәл сол үлкен панда. Вот, мына жерде тұр. Бұл запись түседі, неге, иә? Иә, түседі. Так, қазір записпен жазылып жатыр, и ол потом платформаға салынады. Так, осылай. Келесі бетке өте беріңіз, а? Иә. Окей. Иә, айырмашылық жоқ, кез келген осы деген сөзге қолданамыз оны.
Мгм. Бизге Қазір белгилүү зат. иә. Қазір тексеріп көрсек болады. Түсіндік па, түсінген жоқпыз осы тапсырмамен. Мысалға, I'd like chicken sandwich and glass of mineral water. Мен тауық қосылған сэндвич пен стақан минералды су қалаймын деген сөз. Мына жерге қандай артикль қоямыз деп ойлайсыз? Эй ма? Дұрыс. М. I'd like a chicken sandwich and Н. болады тоже. Болады, минерал бар. Өйткені mineral дегеніміз бізде дауыссыз дыбыс, ал дауыссыз дыбыстың алдына біз ні қоямыз. Так, мына жерге қояйын. Панда дегенде неге ол кезде з қойылды? Былайынша ол кезде саналады ғой. The деген саналатын саналмайтынға қарамайды. Панда деген саналады ғой. Осы деген. Аха. Осы дегесін ба? Нақты айтылып тұрғаннан кейін ғой ол кезде. Иә, нақты айтып тұрған соң. The деген айттық, ол неге қарамайды? Санына қарамайды деген сияқты. The. Мен N қарайды тек. Ол жекеше түрге қолданылады. Так, келесі. Would you like banana or strawberries? Қалай ойлаймыз? Бұл жерде банана. Дұрыс. Strawberries. Аха, strawberries. Or strawberries дегеніміз қате. З бола ма? Or мына жерде ештеңе болмайды. Бұл көпше түрі болып тұр ғой. Иә. Көпше түрі болып тұрған соң, біз жекеше түрдегі артикльді қолданбаймыз. Would you like a banana or strawberries? Так, келесі. Алма. Алма. Apple. An apple. Apple. Аха, an apple. Келесі. Toast. A toast. Good. Cup. A cup. Coffee. Cup of мына жерде ештеңе болмайды. Өйткені cup of coffee дегеніміз ол бір фраза. Стакан кофе. Cup of coffee. Мынау бәрі бір сөз ғой. Cup of coffee бізде стакан кофе деген сөз. For. Ол жерде де келмейтін ма? Так, she always has an apple, a toast, and a cup of coffee for breakfast десеңіз болады. Мына жерде ештеңе қоймасақ болады. Бұл неге қойылмайды? Өйткені for болып тұрғасын ба? Так, for breakfast, for a breakfast. Так, мына жерде ештеңе қоймасақ болады, немесе так, for breakfast. One breakfast, two breakfasts. Так, breakfast деген саналмайтын зат есім болып есептеледі. Breakfast деген ол таңғы ас па? Таңғы ас, иә. Саналмайтын болғаннан кейін? Ол саналмайтын зат есім болғаннан кейін біз оған әнді қоя алмаймыз. З қоямыз ба? З қойып тоже керек емес. Просто ештеңе. Жаңа мен айтқаным бойынша саналатын зат есімдер дегеніміз ол 1, 2, 3, 4 деп санай аламыз. Ал бұл дерексіз заттер, таңғы ас деген сияқты. Таңғы ас тоже саналмайтын зат есім. Мысалға, 1 таңғы ас, 2 таңғы ас деп біз ағылшынша санамаймыз. One breakfast, two breakfasts деп. Окей? Next. Так, let me check. Мына жерде бір нәрсе бар, жауаптары. Breakfast. Аха. Так, for the fly is on in kitchen. Ceiling. Бұл chilling бұл не қылады, Ceiling дегеніміз ол деген ба? Ол төбе деген сөз.
төбе деген ба? Төбе болса, онда ешнәрсе қойылмай ма? 10 10 төбесінде. мына жерде біз ситуацияны айтып тұрмыз. Примерно елестетсеңіз болады. Екі адам кухняда отыр, екеуі де көріп тұр кухняны, қай жерде екенін. Былай осы деп көрсете алады. Сол үшін бола ма? the болады. Түсінбедім. The болады, Иә. Саналмайтын болғаннан кейін the болып тұр ол, Жоқ, мына жерде саналатын, саналмайтынға емес. Осы деп көрсетіп тұрғаннан кейін ғой, Иә. Біз осы деп көрсете алатын жағдайда. The fly is on in. Қалай ойлайсыз? Мына жерде. Шыбын. Бұл жердегі kitchen деген шыбын деген сөз ғой, Kitchen деген емес, бізде ас бөлме. Fly дегеніміз шыбын. Ас бөлме. Келе ма? In the kitchen болады. Ас бөлме. The бола ма бұл жерде де? Неге the? Өйткені мына ситуация бойынша, мысалға екі адам кухняда отыр, сосын біреу айтып тұр, шыбын төбеде тұр. Екеуі де осы дегенге келеді. Өйткені екеуі де көріп тұр қандай шыбын екен, қай төбеде екен, қай кухняда екен. Ол определенный уже. Біз біліп тұрмыз қай не екен, қай жерде. Сол үшін the ceiling in the kitchen. Alright. Так, next. My mother is and my father is. They work in. The келеді. My mother is. Мына жерде N бар. Бұл санал. N бол ма? Мен деген Z деген шеттім, практиковать етпегеннен кейін Z мен шатастырып жатырмын деймін. N мен ойлағам любой зат есімнің алдында. Жаңағыдай или N деген келеді екен деп ойлағанымда, платформа бойынша. Платформада вообще Z деген айтылмаған да. It's okay. Негізі ондай мынау именно қателер жіберу үшін арналған тапсырма, чтобы закрепить ету үшін. My mother is an accountant. Өйткені біз еще тағы бір жазылмаған ереже бар, что біз жұмыстар туралы айтқан кезімізде, профессиялар, біз артикльдерді қолданамыз an деген. Профессияға, Иә. Саналмаса да, Так, accountant. Accountant деген саналады. Аккаунт деген саналады. Менің мамам есепші. My mother is an accountant. My father is. N болады шығар бұл кезде де. Болады. Өйткені lawyer дегеніміз л-да басылып тұр, дауыссыз дыбыстан. Иә. Түсінікті ол. Next. They work in. Бұл Sam деген не деген сөз? Same дегеніміз, так, менің мамам есепші, әкем юрист, олар біздің қаланың центрде бір деген сөз. То самое. Онда да Z болады еще. Иә, дұрыс. The same company. Сосын орталығында Z болады шығар жерде де. The болады, иә, дұрыс. Өйткені центр бір қаланың. Оны біз біліп тұрмыз. Center of. Біздің қала деген ғой, of the. Так, мына жерде ештеңе қойылмайды. Of our town болады. Неге? Of болғаннан кейін ба? Өйткені мына жерде our қойылып тұр. Біз ат есімдер өзі тұратын болса, ешқандай есімдіксіз қасында. Сонда ғана қолданамыз артикльдерді. Ал мына жерде of our town. Уже our дегеніміз біздің деген сөз. Next. How much are her Italian lessons? Мысалға қашан тұрады. How much әр болса, тоже нәрсе қойылмайды ма? Так, how much are her? Дұрыс, иә. Her дегеніміз бізде есімдік. Сол үшін мына жерде ештеңе қойылмайды. How much are her Italian lessons? $10. Мына жерде қалай ойлайсыз? Сағатына $10.
$10 сағатына. Your деген не деген болып тұр сонда? Қайсысы? Hour? Сағатына ма? Hour деген сағат, иә. Hour сағатына. $10 сағатына. Ол кезде Z қойылатын шығар. Так, мына жерде мынау тоже такой өзі солай қалыптасып қалған выражение. $10 сағат an hour болады. $10 an hour. Яғни $10 бір сағатқа деген сөз сияқты. $10 an hour. Так, next. Where are dogs? They are in Қайда? garden. Dogs көпше түрде. Болса, ол кезде көпше болса ешнәрсе қойылмайды. Ешнәрсе дегенде негізі ешнәрсе қойылмауы мүмкін еді, бірақ мына жерде сұрақ қойылып тұр. Where are dogs? Яғни екі адам да біліп тұр қандай иттер екені. Белгілі Онда Z болады, иә. Where are the dogs? They are in саябақта. Олар саябақта. Иттер деген ғой, garden. Garden дегеніміз саябақ. Саябақ. Саябақта болса, мына жерде ас бөлме туралы да қайсысын қойдық? Ас бөлмеде. Garden. Так, ас бөлме. Біз ас бөлмеге не қойдық? Ол кезде Z қойылдық. Z бола ма? Иә, Z болады. Өйткені біз екеуін де түсініп тұрмыз. Қандай иттер екенін екі адам мысалы сөйлесіп тұрған біліп тұр. Именно қай ит екенін. Мысалға оның аты Rex болса, сол Rex туралы айтып тұрғанын біліп тұр. Сол үшін The dogs. И қай саябақ екенін де біліп тұр. Сол үшін they are in the garden. A garden дегеніміз ол әлемдегі кез келген бір саябақ болуы мүмкін басқа. Так, next. Cats like eating fish. Cows like eating grass. Ода Z бола ма? Так. The cats. Yeah, айтуға болады. The cats. Бұл жерде көпше болып тұр. Ешнәрсе қойылмауы мүмкін, бірақ неге қойылып тұр бұл жерде? Так, cats like eating fish, cows like eating grass, birds like eating insects. Так, мына жерде Сұрау сөйлем емес. Let's check. Cats like ештеңе қоймаған. Ештеңе қоймауға да болады. Ештеңе қоймауға да болады. Көпше болғасын қоймай тұр, Балық. Так, next. My favorite. No, барлығы примерно бірдей болады. Cats like eating fish. Онда болады. Fish дегеніміз саналмайтын зат есін тоже. Неге? Балық деген саналмай ма? Иә, сондай ереже ағылшын тілінде. Странный. Cats like eating fish просто. Cows like eating grass. Нәрсе қойылмайды ол жерде де, Одан кейін cows деген сиырлар, Yeah, cows like eating grass. Бұл жерде де ешнәрсе қойылмайды шығар. Қойылмайды, иә. Дәл солай cats like eating fish деген ештеңе қоймаған соң, cows like eating grass да тоже ештеңе қоймайды. И birds like eating insects да. Так. Тоже солай ма? Ешнәрсе қойылмай ма? Insect. Ешнәрсе қоймаймыз бұда да. Ешқайсына ештеңе қоймаймыз мына 8-ші сөйлемде. Бұл жердің ережесі не болып тұр енді? Сіз мана дұрыс айттыңыз, cats дегеніміз көпше түрде болып тұр, сол үшін ештеңе қоймасақ болады. И cats'ті біз мысалға n-ы қояр едік, егер жекеше түрде болса, бірақ көпше түрде. Сосын жалпылама айтып тұр, біз d-ны қояр едік, егер определенный бір мысық туралы айтатын болса. Бірақ мына жерде жалпылама айтып тұрған соң. Бәрі көпше түрде болғаннан кейін не қылмай тұр, Көпше түрде және жалпылама. Просто анау соңындағы мысалы fish, сосын жаңағы grass, соларға неге қойылмаған? Grass дегеніміз тоже. Ол бізде саналмайтын зат есім. Және оған ештеңе қоймаймыз. Саналмайтын зат есім болады. Ол да көпше болып тұр ма? Ол негізі саналмайтын зат есімдерде көпше жекеше деген жоқ. Ол тек қана бір форма. Жекеше.
Жақсы. Так, 9-шысы. My favorite subjects are chemistry and biology. Менің сүйікті пәндерім Chemistry and келеді. biology. Биология. Мына жерде де ештеңе қоймаймыз. Бұл жерде не себептен қоймаймыз? My favorite subjects are chemistry and biology. Біз пәндердің атауларын айтқан кезде, осындай сфераларды, ғылымдардың аттарын айтқан кезде тоже қолданбаймыз. Мне кажется, мына тапсырма бізге жасалды, чтобы осындай жағдайларға кездесуіміз үшін, осы каждый сөйлеммен. Тек сондай ситуацияларды мысалға келтірген ба? Сол мына мысалда, мысалға, chemistry and biology екеуі пән, екеуі ғылым, сол үшін біз қолданбаймыз. Так, келесі. There is parrot in cage and there are pieces of fruit in it. Зе бола ма? There is the parrot. Болады. Так, there is a parrot. There is the parrot. Так, көрейік. There is a parrot болады, иә. In, сосын, мына жерде. Торда отыр. Ол торда саналмайтын болса, зе бола ма? Тор деген саналады. Сосын жекеше түрде. Болады онда. Так. Сіздің да дегеніңіз дұрыс болды мына жерде. There is a parrot in cage деген. Яғни осы неде тордың ішінде попугай бар. And there are pieces of fruit in it. Так. Тордың ішінде жемістердің бөліктері жатыр дейді. And there о жерде жемістердің бөліктері деген ғой, pieces деген. Pieces дегеніміз бізде бөліктер, иә. Fruit дегеніміз фрукт. Жеміс. Болады шығар. Pieces көпше түрде. Онда шәрсе қойылмайды. Одан кейін зе қойылады, There are pieces of the fruit in it. Так, of fruit десеңіз болады, тоже ештеңе қоймай. Так, былай істейік. Жауаптарды қарайық, осыған байланысты. I'd like a chicken sandwich and a glass of mineral water. Would you like a banana or strawberries? She always has an apple, a toast, and a cup of coffee for breakfast. The fly is on the ceiling in the kitchen. My mother is an accountant. My father is a lawyer. They work in the same company in the center. Иннен кейін зе келіп жатыр көбінесе, иә? Значит, местісін білдірсе, ин деген местін білдіреді ма осы? Местін білдірсе зе келіп жатыр, иә? Ин дегеніміз бізде Ішінде деген не? Ішінде деген ба? The дегеніміз, местаға байланыс болуы мүмкін осы жерде. My mother is an accountant and my father is a lawyer. They work in the same company in the center of our town. How much are... Сұрақ белгісі болғасын зе келіп тұр, иә? Мына жерде? Мына жерде не? Иттер деген. Иттер қайда деген ба? Сұрақ белгісі дегенде, тек қана сұрақ болған үшін де емес, біз осы біліп тұрмыз қай ит екен, қай иттер екен. Where are the dogs? Типа манағы иттер деген сияқты. Cats like eating fish, cows like eating grass, birds like eating insects. My favorite subjects are chemistry and biology. There's a parrot in the cage and there are pieces of fruit in it. Так, бізде тағы бір тапсырма бар мындай. Так, былай істейік. Мен мына тапсырмаларда барлығын айтып шығамда, жауаптармен. Сосын, егер сұрағыңыз болса, мына барлығымен жазып болғаннан кейін айтсаңыз болады. Мысалы, біріншісінің осы неге, осылай деген сияқты ол. Окей? Так, жақсы. My granny lives in a small village in the country. In the country. Your baby shouldn't Неге sit... біреуінде
мына барлығын айтып болғаннан кейін қоярсыз да сұрақты. Өйткені записта басқа оқушылар қарайтыны есіме түсіп кетті менде. И біз егер бір айтып сұрақты обсуждать ететін болсақ, кішкене қиындау болуы мүмкін. Так, your baby shouldn't sit in the sun on a hot day. Please open the book. The exercise is on the page 68. Anne has been looking for a job for a long time. What's the matter? I missed 6 o'clock train. I missed the 6 o'clock train. Do you like the vegetables? Do you like vegetables? My mother has got terrible headache. My mother has got terrible headache today. A terrible headache today. There were tears in her eyes. She is a very nice woman, but her sons are bad boys. Look at the woman. She is the neighbor I told you about. Так, енді қарап шықсаңыз болады. Просто бір айтып жібере аласыз ба? Мысалы, мына себептен мынаны қойдым, себебі мынандай болып тұр деп ше. Аха, жақсы. Өзі түсінікті болатын шығар, мен қазір шатастырып бәрін. My granny lives in a small village in the country. A small village. Мына жерде small village'дар жалпылама түсінік болып тұрған соң, ол болып тұр. Яғни жалпылама түсінік. Village, ауылдар деген сияқты. In the country дегеніміз бізде мәлім, бізге белгілі мемлекет. In the country. Country дегеніміз бізде екі мағынада қолданылады. Біреуі ел, екіншісі ауылдық жер. Мына жерде уже белгілі болып тұр қай екені. Your baby shouldn't sit in the sun. Уже белгілі күн, осы күннің астында деген сияқты. On a hot day. Кез келген ыстық күні. Please open the book. Осы кітапты аш деген сияқты. Алдыңда тұрған. The exercise is on the page 68. Жаттығу да 68-ші бетте екі адамға мәлім. Осы айтып тұрған адамға да, тыңдап тұрған адамға да. Мынау мысалы мұғалім мен оқушының арасында болған сөз болуы мүмкін. Please open the book. Мысалы көрсетіп тұрып айту мүмкін. Мына кітап. Anne has been looking for a job for a long time. Ол кез келген жұмыс, a job дегеніміз жекеше түрде, кез келген жұмыс деген мағынада for a long time, ұзақ уақыт бойы іздеп келе жатыр. Так, what's the matter? Не болды? Matter дегеніміз проблема деген мағынада қолдануы мүмкін. В чем проблема деген сияқты? I missed the 6 o'clock train. Яғни, именно сағат 6-да жүретін поезда жіберіп алдым дейді. Do you like vegetables? Vegetables көпше түрде жалпылама. Овощи деген мағынада. Mother has got a terrible headache today. Жекеше түрдегі бізде headache жекеше түрдегі бас ауруы. Has got terrible headache today. There were tears in her eyes. Оның көзінде жастар болды. Оның көзі жас аурады. Her дегеніміз бізде есімдік тұр уже, сол үшін ештеңе қойылмайды. Tears дегеніміз көпше түрде. She is a very nice woman. Her sons are bad boys. Ана
приятная женщина деген сияқты өте жақсы әйел. But her sons are bad boys. Bad boys мына жақта көпше түрде, сол үшін ештеңе қойылмайды. Ал she is a very nice woman. Woman дегеніміз жекеше түрде. Look at the woman. Мына әйелге қара. She is the neighbor I told you about. Ол мен саған айтқан көрші дейді. Мен саған айтқан көршім. Яғни уже белгілі көрші, уже айтылған көрші деген сияқты. Болды. Түсінікті ма? Наза? Вроде түсінікті, былай, бірақ сабақты қайттан қарап шығу керек, практиковать ету керек шығар кішкене. Аха. Сосын бір жағынан артикльдерге тән бір нәрсе, ол сіз опытпен келеді. Мысалға сөйлеген сайын сіз уже Автоматически сәйкес келіп келесіз. автоматически қойып бастайсыз. Өйткені сөздер қайталана береді ғой. Мысалы шексіз саны жоқ ағылшын тілінде, сөздер қайталанып келеді, сіз уже білесіз. Мен алдыңғы сөйлемде бұлдандым, сол үшін, скорее всего, осылай деген сияқты. Ютубтарда да бар шығар, байынша информация артикл туралы, ол жақтан да мәлімет қарауға да болады шығар. Негізі, Байынша енді жаттықса, жаңағы ережесі тұр, ережесімен жаттықса келе береді. Так, бізде келесі бізде өтетін нәрсе, ол singular and plural nouns, жекеше және көпше зат есімдер. Біз оның алдында байқаған болатынбыз, ағылшын тілінде көптеген көпше түрдегі зат есімдер s жалғауын арқылы, қосу арқылы пайда болады. Мысалға, boat, boats, house, houses, cat, cats, river, rivers деген сияқты. Біз s жалғауын қаласақ, көпше түр пайда болады ағылшын тілінде. Өте оңай. Бізде мысалы қазақ тілінде ларлер, дардер, тартер деген сияқты ауысады. Ағылшын тілінде Тек s басқа ешқандай нәрсесі жоқ, ерекшелік жоқ. Түсінікті. Так. Дұрыс зат есімдер. Жекеше түрдегі, егер бізде s-тан аяқталатын болса, h-тан аяқталатын болса, ch, sh, x-тан аяқталатын болса, бізге s дегеннің алдына es. Мысалға, bus, buses, wish, wishes, pitch, pitches, box, boxes. Яғни шипящий дыбыстар бар ғой бізде. Ш, с деген сияқты, box деген тоже с-дан бітеді. Шипящийлардан кейін, егер қойылатын болса, онда es болады жалғауы. Так. И тағы бір ереже, егер penny, spy, baby, city, daisy деп и-ден бітетін болса, онда біз осындай жалғау жалғаймыз. IES деген. Мысалға, penny-дан кейін и түсіп қалады, pennies. Spy-дан кейін y түсіп қалады, spies. Babies, cities, daisies деп. IES. Так. Мынау мен түсінікті ма? Дұрыс зат есімдер мен. Мынау бізде дұрыс зат есімдер. Яғни, барлығына ортақ ереже s жалғауына ұқсас, жалғауды қойсақ, онда бізде көпше түр пайда болады деген ереже. Біреуі бізде кез келген сөзге мысалы s жалғасақ көпше түр болады. Екіншісі шипящий сөздерге es жалғанады. Соңғысы y мен бітетін болса, и мен бітетін болса, penny, spy деп. Онда IES жалғанады. Penny, spy. Ал енді дұрыс емес зат есімдер. Олар бізде s жалғауын жалғау арқылы емес, өзінің түрін өзгертеді. Чтобы көпше болу үшін. Мысалы, woman бізде әйел, women бізде әйелдер. Man жекеше түрдегі ер адам, men ер адамдар. Бала, children, балалар. Tooth, тіс, teeth, тістер. Foot, табан, feet, табандар. Person, адам, people, адамдар.
Бұл осы сөздер ғана ма, әлде? Осы сөздер бар, сосын тағы бастамнан осы сөздер. Тағы да сөздер бар негізі. Дұрыс емес зат есім дегенге не кіреді? Жаңағы Егер біз зат есімге s жалғау арқылы жасай алмасақ, мысалы көпше түрде, онда ол дұрыс емес зат есім болады. Womens деген сөз болмайды ол кезде. Womens дегеніміз қате болады. Mens деген қате, childs деген қате, tooths деген қате тоже. Яғни неге дұрыс емес дейді? Өйткені ережеге бағынбайды, сол үшін дұрыс емес. Бізде жалғау деген сөз ғой. Бұлар бағынбайды, осылай өзгереді, иә? Көп кездесетіндер осылар, бірақ бар, басқа да сөздер, иә? Көп кездесетіндер осылар, бірақ бар тағы. Так, сосын кейбір зат есімдерде жекеше және көпше түрлер бірдей болуы мүмкін. Мысалға, жаңа fish дегенде мүмкін сол жердегі бөлімде көпше саналмайды дегеніміз сол бір ма? Фиштер деп, fish деп айтылмайды ма? иә, fish деп айтылмайды. Fishes деп айтылмайды. Сондай, мына жерде сізге түрін өзгертпейді деп айтып тұр, бірақ оның бір себебі ол саналмайтын зат есім болған соң. Бірақ оны потом өтеміз. Sheep, sheep, fish, fish, deer, deer, species, species. Бұнда басқа бар ғой, бірақ, иә? Түрін өзгертпейтін бар. Окей, енді біз 15-ші слайдқа жеттік. This, that, кеңістікте бағдарлау. Бізде this, that дегеніміз қазақ тілінде бар да сөздер. Мынау деген сөз. Мына, this, мыналар, анау, аналар деген сөз бар ғой бізде. Мысалға, мына дегеніміз менің алдымда тұр бір нәрсе. Ал мыналар дегеніміз біз уже примерно біліп тұрамыз да, менің алдымда тоже, бірақ көп нәрсе. Анау дегеніміз, ол по-любому менің қасымдағы нәрсе емес, ол алыстау кішкене. Сол үшін ол жекеше түрдегі алыстағы нәрсе болады. Анау деген, аналар дегеніміз, ол бізде көпше түрдегі алыстағы нәрселер. Оны білеміз да қазақ тілінде. И ағылшын тілінде дәл солай бізде. Қазір. This деген сөз бар, ол мына деген сөз. That деген бар. This, these деген бар, ол мыналар. That дегеніміз бар, ол анау. Those дегеніміз бар, ол аналар. Міне. Дәл, қазір мен сізден мысалы сұрап тұрған жоқпын, мынаны жаттап алыңыз деп. Просто мынаны... Ол платформада бар, шамалы жаттықтым бұл мен. Жақсы. Мынаны кішкене жаттау қиын болуы мүмкін, сразу же, бірақ таныссаңыз болады. This, that. Қазір сонда сіз өтіп өтсіз да соны сабақ бойынша? Иә, кеше тапсырмаларын орындадық. This аудармасы осы, that аудармасы анау дейді. Маған бірақ мына аударым ұнайды. Мысалы, this мына. This bottle дегеніміз мына бөтелке деген сөз. That bottle дегеніміз анау бөтелке деген сөз, ана бөтелке. И так далее. Так, екі есімдікте бір затты немесе тұлғаны көрсетеді. Арасындағы айырмашылық біз осы есімдіктермен белгілейтін объектілер сөйлеушіден әртүрлі қашықтықта орналасқан дейді. Иә. Түсінікті да мынау? Түсінікті. These, those. Кеңістікте бағдарлау. Екеуі де көпше түрде. These дегеніміз жақын, those алыс. These cats are mine. Осы мысықтар менікі. Those cats are yours. Ана мысықтар сенікі. Так, try it yourself дейді. Мына тапсырманы орындайық. Жаңағы жерде менікі деген сөз басқаша жазылып тұр, иә? Май деп тұрған жоқ, иә? Ол менің деген екен ғой. Иә, дұрыс. Так, давайте мынаны орындайық. Try it yourself.
Cream isn't good. Осы крем жаман. This. Мына жерде уже орындалып тұр да. Ладно. Yeah. Мына жауаптар негізі көрінбеу керек еді сияқты. Ну ладно. This дегеніміз мына жерде. Осы. This. Яғни мына крем жаман дейді. Is my airplane ticket. This is my airplane ticket. Мгм. Books. These books belong to his children. Көпше болғасын, иә. Көпше және де мысалы жақын екенін біліп тұрмыз осы жерде. Бұл кітаптар жақын Айтылғанда зиз болып айтылады, иә? Зиз болып айтылады, иә? Иә. Оның айтылуы қазақ тілінде сөйлейтін адамдарға оңай. Өйткені this дегеніміз бізде мен оқылады. Мысалы қазақ тілінде бар ма? This дегеніміз. Ал these дегеніміз мен оқылады. This. Түсінікті. Ол қазақ тілінде, ағылшын тілінде өте маңызды осы айырмашылығын білу. Олардың өздеріне сразу естіледі. Егер сіз мысалы қате айтып тұрсаңыз, мына біріншісін айтқыңыз келіп, these деп қалсаңыз, қате қылып, оларға сразу естіледі. Уже грамматически неправильно қалады. Так, is my airplane ticket. This is my airplane ticket. These books. Төртіншісі, this river is the longest in the region. Осы өзен региондағы ең ұзын. Зиз болады. These trainers were made in Italy. Мына, Бұл жерде неге зиз болыпты? Өйткені көпше түрде trainers. Кроссовки. Келесі. Алты. Those tomatoes are not fresh. Ана қызанақтар балғын емес дейді, яғни свежий емес. Сөз болады. Bag is mine. Түсінікті. Жеті. Bag is mine. That bag is mine. Яғни кішкене алыста тұр. Ана сумка менікі жекеше түрде. Those letters are for Mike. Ана хаттар Майкқа. Алыста тұр және де көпше түрде. Those. 9. That is our bus. Ана жерде біздің автобус. Анау біздің автобус деген сақтар. Сосын dogs bark every night. Those dogs bark every night. Ана иттер әр түні үреді. Алыста тұр ол тоже. Так, let's go to the next page. Present simple positive form осы жақ нақтылау формасы. Так, біз қазір present simple'ды қайталамыз керек получается. Present simple бұл күнделікті істер мен мүдделерді сипаттау үшін қолданылатын қарапайым шақ. Жаңағы this, that, these, those түсінікті болды ма? Түсінікті. Онда present simple'ды қарайық. Бұл шақ present simple дегеніміз бізде ең базовый ағылшын тілінде. Ол біздің күнделікті түрде қайталанатын іс-әрекеттерімізді сипаттайды. Мысалға, мен мектепке барамын деген. Мен мектепке барамын. Қазақ тілінде де солай, мысалға. Мен мектепке барамын деген, ол уже значит то, что адам, мысалға, күнделікті түрде барады деген сөз да, мен мектепке барамын деген. И ағылшын тілінде де солай. I go to school. Ол тоже күнделікті на регулярной основе қайталанатын іс-әрекеткен білдіреді. I go to school деген. Вот, ол мынау мысал. Тақырып дегеніміз ол не? Бізде бастауыш. Одан кейін етістік, сөйлемнің басқа мүшелері дейді. Бұл бізде present simple'дың структурасы. Яғни, ең бірінші бастауыш болады. Мысалға, Фарида дейік, бастауыш. Жоқ, ладно, Фарида емес, ол кішкене қиын болуы мүмкін. Мысалға, I дейік, ол бастауыш тоже, мен деген сөз. Walk, етістік, сосын to a restaurant. Яғни, бастауыш, етістік, сосын сөйлемнің басқа мүшелері. Мен
жүремін ресторанға. To деген нені білдіреді? А, бізде қазақ тілінде ға деген бар септігі бар, ағылшын тілінде ол to. Яғни иду. Ресторанның алдына шығып кетіп тұрады ғой бірақ, иә. Мгм. Ағылшын тілінде бізде сияқты септіктер жоқ. Септіктер андай белгіленбейді біздікі сияқты андай ға, ге, да, де, деген сияқты нәрселер жоқ ағылшын тілінде. Ол жақта тек to. И все. Ге, га, ге дегендер жоқ. Так, сосын бұл бізде I walk. Дәл осылай we мен жасалады, you мен жасалады, they мен жасалады. Мына біз білеміз да қандай есімдіктер екен. Иә. I мен, Біз, we, сендер, біз. олар. Ал he, she, it пен біздің present simple'ымыз кішкене өзгереді. Біз he мысалға he drink дегеніміз ішу ғой, he drinks болады. Біздің етістікке осы үшінші жақ жекеше түрдегі есімдікпен қолданылатын. Біз s жалғауын жалғаймыз. He drinks, she drinks, she walks, she runs деп. Түсінікті ма? Түсінікті, бірақ ана we деген нені білдіреді? They плюс we. We дегеніміз ол бізде етістік verb деген сөз. Так, мысалдарды оқып шығайық. Мысалға, I go to work every day. Мен жұмысқа күнде барамын. They usually play tennis every weekend. Олар теннисті әр демалыс күндері ойнайды. They play. Олар ойнайды. Одан кейін, ана ортасындағы не деген? Usually. Usually деген нені білдіреді? Usually деген неге ортасында? Ол әдетте деген сөз. Әдетте деген ба? Просто бірден етістік болмай кетті ма дегенім ғой. Ол бізде болашақ тақырып. Бізде жиілік үстеулері деген бар. Frequency adverbs. Ол бізде жиілігін көрсететін. Оны потом өтеміз. Оны қазір біліп қажеті жоқ. They play дегенді білсеңіз болды. Олар ойнайды. Жақсы. She brings me coffee every morning. Ол алып келеді. Ол әр таңда маған кофе әкеледі. She brings. S жалған тұр. Өйткені үшінші жақ жекеше тұр. Ол деген сөз. It snows in winter. Тоже. Қыста қар жауады. It деген жекеше тұр. Үшінші жақ. Сол үшін S жалған тұр. Так, түсінікті ма? Түсінікті. Try it yourself, дейді. Міне, бірінші сөйлем. He go to school every day. He goes to school every day. I like swimming. I like swimming болып қалады. Өйткені бұл біздегі манаға нелерге есімдіктерге кіреді. I, we, they, you. You play badminton on Saturdays. The class begins at 9 a.m. Неге мына жерде S жалған тұр мына етістікке? Өйткені the class дегеніміз ол үшінші жақ жекеше тұр. The classқа біз it деп айтамыз. It дегеніміз ол оно деген сияқты. Түсінікті ма? Осы? Түсінікті. They sometimes go to the cinema. They go. Sometimes дегеніміз манағы usuallyға ұқсайды. Бірақ sometimes дегеніміз кейде. Usually әдетте. They go to the cinema. She loves chocolate. She loves chocolate bar. Өйткені жекеше түрі үшінші жақ. We study French. We study French болып қалады. They live in London. Тоже. He works. Болады. S жалғаймыз. Өйткені үшінші жақ жекеше тұр. Lucy play the guitar. Lucy plays. Өйткені тоже үшінші жақ жекеше тұр. Lucy деген тоже ол болады. Ана. Так, next. Days of the week дейді. Соңғы нәрсе айтып өтетін ол бізде апта күндері. Weekdays дегеніміз бізде апта күндері, жұмыс күндері, будни дни. Weekends дегеніміз бізде апта аяғы деген сөз. Weekends, яғни демалыс күндері. Мынаны білетін боларсыз. Monday, дүйсенбі, Tuesday, дүйсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Thursday, бейсенбі, Friday, жұма, сенбі, жексенбі.
We meet in the park on Mondays. Biz parkda dүйсенбі күндері кездесеміз. Monday is a hard day. Дүйсенбі ауыр күн. My computer broke down on the Saturday. Сейсенбі күні менің компьютерім бұзылды. On Thursdays, I spent the evening alone. Бейсенбі кештерін мен жалғыз өткіземін дейді. Бұл жерде не ережені айтылып жатыр? Бұл жерде мысалы үшінші жақ we дегенде Monday деген бе? Мына жерде жаңағы ережелердің ешқайсысы қолданып тұрған жоқ. Просто мынау бөлек тақырып сияқты. Мынау бізде просто апта күндерін сізге как напоминание сияқты. Осындай деп аударылады. Мысалы Mondays дегенде ана жерде S жазылып тұр, мына жерде S жазылмай тұр екіншісінде. Жоқ, онымен араластырудың қажеті жоқ. Mondays дегеніміз ол көпше тұр. Дүйсенбілер. Просто апта күндермен таныстырып жатыр ма бұл жерде? Иә. Просто естіп жатыр. Жақсы. Так, енді questions and answers. Манағы өткен тақырыбымызға байланысты сіздің кез келген сұрақтарыңыз болатын болса қойсаңыз болады. Анау зат, олар түсінікті, олар практикалық етілді. Жаңағы з, сосын з, солар бойынша кішкене практикалық етілу керек. Сосын жаңағы платформада жоқ нәрселер негізі шамалы жаттығу керек екен да, сол көптеген мәліметтер. Платформада жоқ нәрсе это the артиклі, да? The артикл, сосын одан кейінгілерден апталар бойынша да жоқ бұл жақта. Енді стартер болғасын, мен мектепте француз оқығаннан кейін кішкене өзіңмен өзің жұмыс істеу керек болып тұр ғой, сосын мына сөздермен де танысуым керек. Қайталаймын ғой, ертең платформаға не қалсын, қайталап өз-өзіме жұмыс істеймін ғой. Былайша түсінікті. Жаңағы ережеге бағынбайтын з-лар қиындау болды енді кішкене. Ережеге бағынбайтын ол мыналар да, сіздің айтып тұрғаныңыз. Жоқ, бұларда да не қылады ғой, анау ең бірінші кейде келеді, кейде келмейді, кейде з келеді, вроде. Оны жаттықпағаннан кейін қиындау көрініп тұрған шығар. Ол қиын болады басында. Стартер түгіл, мысалға beginner levelдағы, уже beginner деген жоғарырақ қой. Beginnerді бастаған оқушыларда тоже көп қате жерді артикльдермен байланысты. Өйткені тәжірибе жинау керек. Главное, сіздің есіңізде болу керек нәрсе, ол and-ді тек қана жекеше түрге қолданамыз. Болды. Сол кезде оңайырақ болады дейсіз ғой шамалы. Жақсы. Сондай болды. В основном сол ереже. Қалған опытпен. Манағы бізде көпше түр, жекеше түр зат есімдердің тоже this, that, these, those болды тақырып, сосын present simple. Сізге сабақ ұнады деген үміттемін, сосын пайдалы болды деген. Пайдалы болды, көп информация алдым, бірақ енді сонымен жұмыс істеу керек. Ертең неге түскеннен кейін сабақ запись түсірсе, соны қайталап қарап жазып алып. Жақсы. Thank you for joining the lesson. Егер басқа сұрақтарыңыз болмаса, сізді келесі апта кездестіремін деп үміттенемін. Келесі субботта. Жақсы. Қосылғаныңызға рахмет. Сізге де рахмет.